Сәлем достар, бүгін сіздермен қыста қолдануға арналған ең оңай, ең табиғи томат соусының рецептісін бөлісемін. Бұл әдіс тек қызанақпен жасалады, ешқандай қоспа консервант жоқ. Алдымен қызанақтарды жақсылап жуып аламыз. Таза піскен шырынды қызанақ қолданған дұрыс. Қажет болса қабығын алып тастауға да болады, бірақ мен блендерден өткізетін болған соң сол күйі қолданамын. Енді қызанақтарды ірілеу бөліктерге турап ыңғайлы ыдысқа саламыз. Блендермен жақсылап езіп, бір текті қоспаға айналдырамыз. Қалауыңызша тұз қосуға болады. Мен әр литрге шамамен 1 шай қасық қосамын тұзды. Тұзбен араластырып дайын болған томатты тазартылған контейнерлерге немесе пакеттерге бөліп қойсаңыз болады. Ең бастысы мұздатуға ыңғайлы әдісті және ыдысты таңдау. Осылай мен кекстің формаларына құйып шықтым. Осы күйінде мұздатқышқа қатырып алып, одан кейін алып, кез келген ыдысқа салып, осылай мұздатқышта сақтай береміз. Және де әр тамақ жасағанда осының біреуін немесе екеуін қалауыңызша қосып жасай бересіз. Барлықтарыңызға ас болсын.